Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырыпта негізінен соғыстан кейінгі 1945-тен жәнегі дағдарысқа дейінгі 75, 90 кейінгі 30 жыл сол бойынша мысалы экономиканың негізінен азамат соғысынан кейін алтынды, мысалы өзінен қалған алтынды бұл осы КСР басқа жақтан және 45-75 жылдары басқа елден индустрияландыруды іске асыру үшін басқа елден көптеген өнеркәсіптік құрал саймандар, құрал жабдықтар алған болатын. Соны алғанымен ол кездері көптеген мысалы кулактар деген болды. Ол кулактар дегеніміз белгілі бір жәнегі халықтың ішіндегі шаруалар жұмысқа қабілетті, оның барлығын ұжымдастыру үшін бір жерге жинады және урбанизациялау кезеңін және қалаға шоғырландырудан жақсы өтті. Әскери дайындықтың кезінде жәнегі соғыстан кейінгі көптеген ақшқа тепе-тең келетіндей үлкен армия жасақталған болатын. Әскери жағы өте жақсы күшейген болатын. Бірақ оның барлығы және карточка жүйесінің енгізілуінің барлығы социализмнің кезі белгілі бір жәнегі өзіндік кәсіппен немесе сол халықтың несіне емес, барлығы бір жүйемен соған бағынуға міндетті болды, және де ол белгілі бір тауарлардың жетіспеушілігіне әкелген болатын. Және де мысалы негізінен Қазақстан Республикасында әрбір облыстарды алатын болсақ, мысалы ет өнімі ол әрқашан сұраныста болған және болады да. Қазақстан географиялық жағынан болсын, шөп, сулы жағынан болсын, жер жағынан болсын, әрқашан және басқа елдерден қарағанда мүмкіншілігі көп. Бірақ оған біздің және халқының саны, олардың жәнегі белгілі бір қалаға шоғырлануы, урбанизацияға болуы, оның барлығы белгілі бір кедергіліктерді туындырады. Мысалы Қазақстанда ең бірінші орында ол Түркістан облысы алып тұр ет саны бойынша, өйткені көптеген жәнегі мегаполис Алматы болса, басқа да нелерде ол жақта жету қиын. Ал бізде Шығыс Қазақстан облысында мысалы өзім Қатонқарағай аудан Берел тумасы болғаннан кейін ол жердегі көп халықтың көбінде мысалы халықтың жетіспеушілігі және де ол жақтан көп халықтың көшуі, мысалы қаншамен туризмнің енді барлығын дамытып жатқан өзі, ол жақтағы халықтың шекараның ашық, мына жағында Ресей, мына жағында Қытайдың ашық қалуы шекараның, оның барлығы белгілі бір осалдылық тудырады. Және де оның барлығын шешу үшін қоныстандыру мәселесін шешу керек. Және де ауыл шаруашылық өнімін алатын болсақ, ол жақтан